Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақ елі, құрметті денсаулық министрі, мына біздің аузымызды жинамай жатып, мына істеп отқан тірліктерін көрдіңіздер ме? Тараз қаласының перзентханасында болып жатқан жағдай ананы баласынан айырып отыр. Мына ананы баласынан айырып отыр. 20 мың теңге ақша сұрап, 20 мың теңге ақша бермесең кесірова жасамайды. Оларға оншық. Мен оны басымыздан өткеннен айтып отырмын. Басымыздан өткеннен кейін айтып отырмын. Ақша бересің, туасың. Ақша бермейсің ба, тумайсың. Бізде ауырып барасың ба, балаңды ауырып больницаға. Ақша берсең қарайды, ақша бермесең қарамайды. Міне, құрметті денсаулық министрі, сізге тағы да ескертіп отырмын мен сізге. Тағы да айтып отырмын. Міне, аузымызды жинап алмай, бір аптаның ішінде міне баланың өлімі тіркеліп жатыр. Не қарап отырсыздар? Бізде не жұмысқа кіре алмайсыздар, ақша бермесең, не емделе алмайсыздар, өстіп кәдімгідей арам өлесіздер. Басымыздан өткен жағдайды тереңдетіп, каждыйын былай надо будет айтып бере аламын мен. Міне, не абынсыз отырсыздар? Бізде әбден жемқорлық, Тараз қаласында жемқорлық жайлаған, сіздер білесіздер ма? Неге үнсіз? Мен салдым видеоны. Міне, салдым видеоны. Кеп тексерген жоқсыздар. Қайсыңыз келіп, сіздің жанайқайыңыз не болып жатыр деп, қандай журналист немесе қай больницадан келіп, қандай врач келіп, қандай министерстводан келіп, немесе осы Тараз қаласының денсаулыққа қарайтын жоғарыдағы қандай врачтар келіп менің жағдайымды сұрады. Әлі де талай нәрсені көре береміз. Ананың өлімі, сәбидің өлімі, ақша берсең емделесің, ақша бермесең арам қата бересіңдер. Неге сіздер үнсіз отырсыздар? Неге үнсіз отырсыздар? Жауап беріңіздер мені. Аузымызды жинап алмай, перзентханада сәби өлімі. 20 мың ақша берсең сенің құдай олар, 20 мың ақша берсең кесірова жасайды, 20 мың ақша бермесең олардың ойына келген кезде понедельникке, вторникке, когда қолдары босайды, сол кезде кесірова жасайды олар. Бұл ұятсыздар әбден басымызға секіріп бітті. Сіздер араласасыздар ма, араласпайсыздар ма? Жоғарыдағы министрге тағы ескертіп айтып отырмын.